Басын ба? Келіңдер мына жерге жігіттер, келіңдер. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен қазір осы Астанадан ат терлетіп 500 шақырымды басып өтіп, Новопокровка деген ауылға келіп отырмын. Шалықын ауданы, ол солтүстік Қазақстан аймағы. Мына осы ауылдың тұрғындары жиналып, жер мәселесін айтып отыр. Өз жанайқайын сізге жеткізгісі келіп тұр. Мына халық, жергілікті халық жерсіз қалды тағы да. Сіз жуырда ғана үкіметтің комиссиясын құрдыңыз, көріп отырмын оны. Бірақ та әзірше ешқандай нәтижесі жоқ. Неге осы ауылда, осындай секілді ауылдарға үлкен шенеуніктер келмейді? Неге халықтың мұң-мұқтажын естімейді? Мына халыққа жер керек, өйткені жерсіз ауылда күнкөріс жоқ. Дұрыс айтып тұрмын ба? Дұрыс. Сол үшін мына жергілікті фирманың аты қандай? Атауы қандай? Асыл логистик деген фирма. Фирманың енді қалай деуге болады? Арам тірліктерінің арқасында кесірінен мына жергілікті халық жұмыссыз, жерсіз қалып отыр. Дұрыс айтып тұрмын ғой? Сол үшін құрметті президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы осы облыс әкіміне, мына үкіметке нақты тапсырма берсеңіз. Бұл проблеманы шешіп тастауға керек. Өйткені сот арқылы өкінішке орай мына халық шындықты таба алмай жүр. Сондықтан бұл жерде сіздің атыңыздан, сіздің тарапыңыздан нақты саяси шешім керек. Күллі Қазақстан бойынша осындай шағын ауылдарды біз бұзындай шағын ауылдарды жермен қамтамасыз, жалпы жерді халыққа қайтару керекпіз. Жер халыққа қайтарылсын. Болды. Жер халыққа қайтарылсын. Рахмет.